бір жылда бір өзім 500 тонна тауар шығарып, бір Қытайды айтыппын. Қос машина алып алып, Lexus 600 алды салоннан. Бір өзім бүйтіп қарап тұрсаң, өзім бір жылда 500 тонна тауар деген өте көп қой бір адам үшін. Сонда да с тобой работать невыгодно деген атқа қалдым. Сонымен ашуландым да, бір күнде бір жыл жұмыс жасаған Қытай партнерін тастап, басқа үлкен компанияға ауысуға шешім қабылдадым. Ол компания маған өткеннен бері біраз айлардан бері ұсыныс жасап жүрген болатын, бізбен жұмыс жаса, біз саған ақша береміз деп. Но бірақ мен өзімнің үйреніп қалған Қытайымды жақсы көріп, сонымен ойбай деп жұмыс жасап жүрсем, ол кісі маған с тобой работать невыгодно деп жағдайын жасап алған кейін, солай айтқаннан кейін мен ауысып кеттім. В общем, түсінгенім маған өсу керек екен. Одан кейін Alibaba проектінен де бастаппын. Сол Қытай партнерлармен мен Alibaba проектін үлкен қылып жасайын деп жатқан едік. Мен де бір керемет бір жол күтіп тұрған шығар дедім да.